6 жасқа толған балаларға арналған. Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 19 ғасырдағы білім беру мен ағарту ісі. 19 ғасыр мен 20 ғасырдың бас кезінде Қазақстанда халыққа білім беру ісі екіге бөлінген екен. Бірінші, діни. 19 ғасырдың орта кезінде дейін қазақ балалары мешіт жанындағы медреселерде мұсылманша білім алды. Оларды негізінен молдалар оқытқан екен. Оқу ата-аналарының қаржысы есебінен жүзеге асырылды. Мұсылмандар мектебінде негізінен балалар, ер балалар оқыған екен. Келесі зайырлы мектеп. Зайырлы мектеп зайырлы үкіметтер мен ұйымдар қалыптастыратын және қаржыландыратын мектеп болып саналады. Әдетте зайырлы мектеп жаңа әдістемелік мемлекеттік мектеп. Оны ұйымдастырушыларды жәдетшілер деп атайды екенбіз. Діни дәрісті одан әрі жалғастырып көрейік. Әдетте медреседе дәріс беретін оқытушыларды абыз, ахун және молда деп атаған. Ал оқушыларды шәкірт немесе ғылым ізденуші деп атаған екен. Медресе өзінің білім беру, оқу дәрежесіне қарай 4 басқышқа бөлінеді. Бірінші басқыш бастауыш медресе. Оны екінші жағынан ифтидия деп атайды екен. Оқу мерзімі 4 жылға созылады. Екінші басқыш орта немесе рождия деп аталады. Оқу мерзімі 3 жыл. Үшінші басқыш ихдадия, жоғары оқуға дайындық. Оқу мерзімі 3 жыл. Төртінші жоғары ғалия деп аталады. Яғни мұнда жоғары білім беріледі екен. Оқу мерзімі 3 жылға созылады. Діни дәрісі одан әрі жалғастырып кетейік. Алғашқы сауатты тұрғылықты жерден үйреніп, әрі қарай оқушылар Самарқан, Бұқара, Хивада өз білімдерін жалғастырады екен. Бірақ бұл жерлерге ауқатты адам балалары ғана сауат ашуға мүмкіндік алған. Ал біз көшпелі мал шаруашылығымен айналысатындықтан солтүстік аймақтар өз ауылдарына арнайы ұстазды шақырады екен. Ол ұстаз үймен қамтамасыз етіліп отырған. Ауылды жерлер көшіп қонып жүргендіктен сабақты жаз айларында киіз үйлерде өткізсе, ал қыс кезінде жер үйлерде оқытылған. Мұсылман мектептерін реформалау қозғалысы жүрді. Оны ұйымдастырушыларды жоғарыда айтып кеткендей жәдетшілер деп атаған едік. Осы жаңа оқыту әдісінің негізін қалаушы, ағартушы қоғам қайраткері Гаспринский болды. Жәдетшілер мектептерде арифметика, география, жаратылыстану, тарих сияқты басқа да зайырлы пәндерді оқыту қажеттігін жақсы түсінді. Жаңа әдістемелік мектептерде сауатты және білімді мұғалімдер сабақ берген екен. Қазақстандағы ең алғашқы жаңа әдістемелік мектеп балалар 1900 жылы Түркістан қаласында ашылған екен. Балалар, әр қарай білімімізді толықтыру үшін жаңа сөздерге назар аударайық. Дәптерлеріңізге түртіп алуды ұмытпаңыздар. Бірінші, жәдетшілер, жаңашыл мектепті ұйымдастырушылар. Екінші, сөз училищелер, ол арнаулы орта оқу орны болып табылады екен. Ғалия, үшінші, жоғары мұсылмандық оқу орны. Приход мектептері арнайы мамандандырылған діни мектептер екен. Қыздар мен ер балалар гимназиясы қыздар мен ер балаларды бөліп оқыту дәстүріне негізделіп құралған орта мектеп.
Гимназия жалпы орта білім беретін оқу орны болып табылады. Оқушыларды олардың бейімділігіне сәйкес тереңдетіп, сала бойынша оқыта алады екен. Оқушылар, бүгінгі сабақтың бірінші тапсырмасына назар аударайық. Кілт сөздерімен жұмыс. Қолдануға қажетті кілт сөздер алдарыңызда орналасқан. Орыс қазақ мектептері, приход мектептері, реалдық училищелер, қыздар және ер балалар гимназиясы, ауыл шаруашылық мектептері, мал дәрігерлік мектеп, қолөнер мектебі, теңізде жүзу мектебі, әскери гимназия, Омбы мұғалімдер институты, Ташкент мұғалімдер институты. Дескриптор не істейміз? Яғни кілт сөздерді бір-бірімен байланыстырып, тарихи әңгіме құрастырамыз. Тарихи кезеңнің басты ерекшеліктерін түсіндіреміз. Тақырыпқа қатысты нақты білімді кем дегенде 2 дәйек арқылы береміз. Жақсы, балалар, бірінші тапсырманы орындадық деп есептеймін. Енді екінші тапсырмаға көшсек. 19 ғасырдың екінші жартысындағы білім беру ісіндегі өзгерістердің жағымды, жағымсыз жағын ажыратып жазамыз. Бірінші, 2-ге бөлінді білеміз, яғни діни мектеп. Діни мектептің жағымды, жағымсыз жақтары және зайырлы мектептің жағымды, жағымсыз жақтары. 2 дәлел, дәйек келтіре отырып, мұқият орындаймыз тапсырманы. Оқушылар, тапсырманы орындады деп есептеймін. Енді бүгінгі сабақтың түйінді қорытынды ойына келсек. 19 ғасырдың екінші жартысындағы қазақ жеріндегі білім беру мен ағарту ісінің саласында мұсылман мектептерінде реформалар қозғалысының жүргендігін бүгін түсіне алдық. Соның барысында 20 ғасырдың бас кезінен бастап жаңа әдістемелік мектептер пайда бола бастады. Оқу саласындағы жаңашылдық қазақ елінде түрлі мектептердің ашылуына негіз болған екен. Бекіту сұрақтарына назар аударсақ. Бірінші сұрақ. Жаңа оқу жүйесінің қазақ елі үшін маңыздылығын қалай түсінесіз? Яғни, бұнда біз не айта аламыз? Жаңа жоғарыда айтып кеткендей, діни мектеппен қоса зайырлы мектептер пайда болды 19 ғасырдың аяғында, 20 ғасырдың басында. Осы ашылған мектептердің қазақ елі үшін маңыздылығын балалар сіздер жақсылап айтып кетеді деп есептеймін. Екінші сұрақ, жәдетшілердің негізгі мақсатын ашып көрсетеміз. Балалар, жәдетшілер дегеніміз кім екенін жаңа сөздерде толық айтқан болатындымыз. Дескриптор, яғни біз жауап құрылымын сауатты жасаймыз және дәйекпен дәлелденген жауапты береміз. Оқушылар, бүгінгі тақырып жайлы кері байланыс жасап көрейік. Қандай мағынаны ұғындыңдар? Яғни ағарту саласында 19 ғасырда қандай өзгерістер болған екен? Саяжан, қандай ойың бар екен осы тақырып жөнінде? 19 ғасырдың жартысында білім беру жүйесі 2 түрге бөлінді: діни және зайырлы. Діни мектептер мешіт жанындағы медреселерде діни білім берілді. Діни білім беретін адамдарды абыздар деп атады, ал дін алушыларды шәкірттер деп атады. Саяжан, рахмет. Енді төмендегі ресурстарды пайдалана отырып, үй тапсырмасына назар аударайық. Кәсіптік мектептер және зайырлы мектептердің өзіндік ерекшелігіне тоқталамыз және 2 мектептің ұқсастығына тоқталамыз. Балалар, бүгінгі сабаққа қатысқандарыңызға рахмет. Күндеріңізге сәттілік тілеймін.